Сәлем қыздар, бүгін сіздерге үй жағдайында қант ұнтағын, сахарный пудраны қалай әзірлеу керек екенін көрсететін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріңіздер. Қант ұнтағын жасауға бізге осындай блендер керек. Іші құрғақ болу керек және шекеріміздің жартысын ғана қосыңыздар, өйткені тез ұнтақтауға өте қолайлы болады. Шекерімізді осылайша ұнтақтап, қант ұнтағын, сахарный пудраны 3 минутта әзірлей аласыздар. Бұл үй жағдайында өте қолайлы деп ойлаймын, өйткені қант ұнтағы табылмай қалған кезде тез осылай әзірлеулеріңізге болады. Егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп қойыңыздар. Қызықты мәліметтермен бөлісетін боламын. Рахмет менімен бірге болғандарыңызға.